Айсұлу! Айсұлу, Луктың иісі шығады аузынан. Қылышбек? Да, ну, тірісің ба не сен? Кеше өліп іштім, бірақ бүгін тірімін, прикинь. Шықса қыдырып қайтайық та. Такой простой, ага. Мен саған шыға салады екенмін, сен қайықта болдың осы уақыт бойы. Жарты жыл өтті ғой уже. Прикинь, менше білмей тиктокқа кіріп кеткенмін ғой. Сол тиктокта отырып, уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қалғансың ғой, прикинь. Алмас Кешкенбаев Қайрат Төнтековтер походу соқа кіріп алған ғой, я? Походу солай, бірақ менше біз екеуміздің болашақ семьямыздың қамын ойлап, прямой эфирлерде и батылдарда розочка жинап жүрдім ғой мен бұл уақытта. Сен қайтамын сол розаның біреуін маған әкелсең болады ғой қазір. Бар, тиктокта прямой эфирінде отыра бер. Жаным, мен саған не только розочка, мен саған бір үйір лев сыйлаймын ғой, еще осыдан көресің, бір жарты жыл күте тұршы тағы да. Ой, келші бар, өтірік айтпай. Барда да туалетке прямой эфиріңді қосып отыра бер, түсіндің ба? Сен оны қайдан білесің? Папам айтты. Папаң да далбан екен, тиктокта отырады. Сен папама кеш жома, түсіндің ба? Короче, Қызбек былай келісейік. Мен қазір шығамын, бірақ сен тиктогыңды көліктесің, түсіндің ба? Кете мен әлі тикток юниверс алмадым ғой, жынсың ба, давай. Ладно, өтесіме қойың, ай, батылға бірге керек. Қызбек, тоқта!